Менің аты-жөнім Ақылжанов Әсет Берікұлы. Мен қазіргі таңда Бестөбе жалпы білім беретін мектебінде жұмыс жасаймын. Мен педагогикалық қызмет меңгеру үшін Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтын таңдадым. Ол институт еліміздегі оқу орындарының үздік ондығына кіреді. Балалардың қызығушылықтарын арттыру мақсатында әртүрлі қызықты сабақтарды өткізуге тырысамын. Соның арқасында қазіргі кезде оқушыларда жетістіктерге жетіп, әртүрлі жарыстардан орындар алып жүр. Қазіргі кезде біздің жастар жаңа білімді және білім дағдыларын меңгеріп үйренуі керек. Білім мен технологияны күнделікті тиімді және жетік пайдалануы тиіс. Қазақ тілі мәдени мұраны сақтауда ғана емес, қоғамдық, интеллектуалдық дамуында да басты рөл атқарады. Ол Қазақстанның бай тарихи туралы білімдермен бөлісу және зерттеудің негізгі құралы ретінде қызмет етеді. Абай атамыз айтқандай, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек болуы өмір сүрудің басты заңдылығы болса, сол үш қасиетті шәкірттердің бойына сіңіру ұстаздардың міндеті болуы тиіс. Мен осы қағидатты ұстана отырып, бәсекеге қабілетті заманауи талапқа сай шәкірт тәрбиелеуге дайынмын. Мен сабақтан тыс айтыс өнерімен де айналысамын. Сондықтан ары қарай өзімді арнаумен таныстыруды жөн көрдім. Бестөбенің жас маманы, алдында мақсаты бар асқарады. Біздердей жас мамандар қор болмайды, біліммен тұрғызылса тас қамалы. Әлі еңбек өтілімім болмаса да, мен келдім бәрін жеңіп тастағалы. Толқын соққан телегей теңіздерде, мен секілді тамшыдан басталады. Мақсатым оқушы ғой, енді менің тек биік белестерді белгіледім. Баланың санасында жарамын деп білімнің ала келдім, сен біредің. Ұстаздығын көрсетіп Ыбырайдың, ұлылығын танытсам деп жүредім. Алдына өнерімді ал ұсындым, кеудемнен үміт құсын тағы ұшырдым. Бойыма 70 өнер жиып келдім, жеңімпазы болам деп жарысымның.